Барселона осы жазда бірнеше трансфер жасап үлгерді. Командаға Пабло Торре қосылды. Кессе мен Кристенсен тегін келді. Лидстен Рафиня, Бавариядан Левандовски сатып алынды. Бұл тізім өте күшті көрінеді. Бірақ Барса бұнымен тоқтамайтын секілді. Біздің бәрімізде сұрақ көп. Ақшаны қайдан тапты, олар кеше ғана банкрот болып жатқан еді, және тағы кімді сатып алады. Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Олай болса, біз бастаймыз. Кристенсен мен Кессені қоспағанда Барселона осы жазда трансферде ақша жұмсаған клубтар арасында 3-ші орын алды. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Бұл ақшаның барлығы бірден төленбейді. Осыдан бір ай бұрын Барселонаның экономикасына жауап беретін вице-президент Эдуардо Ромеро ақша табу жоспарымен бөліскен болатын. Ол өз сұхбатында ақша табу үшін барлығын қолданатынын, және егер жоспардың бәрі жүзеге асса, Барселона қаржылық қиындықтардан шығатынын айтқан болатын. Сол кезде Барселонаға қиындықтан шығу үшін 500 миллион еуро керек болған. Осыдан кейін Барселонаның теледидар құқығының 10% сатылып, каталондықтарға 200 миллион еуро әкелді. Жақында тағы 15% сатылып, 320-330 миллион еуро әкелетін болады. Бұдан бөлек Барса студияның 49% сатылады. Бұдан Барселона тағы 200 миллион еуро табыс табу керек. Барселона өз дүкендерін көбейтуді жоспарлап отыр. Болжам бойынша бұл клубтың табысын жылына 100 миллион еуроға дейін көбейтеді. Бұған дейін клуб басшылығы Барселона дүкендер желісін сатады деген ақпарат шыққан болатын. Бірақ бұл жағы әлі белгісіз. Барлығын қосқанда Барселона осы жазда 730 миллион еуро табыс табады. Осыдан кейін Барселона Ла Лиганың қатаң ережелеріне қарамай ойыншыларды сатып ала алады. Әрине акцияларды сатып ақша табу оңай, бірақ команданың шығындарын қысқарту керек. Ал Барселонада шығындар жетеді. Осы жазда Барселонадан Тоттенхемге жалға Клеман Лангле кетті. Тренкау Спортингке кетті. Спортинг ойыншы үшін қазір 3 миллион, ал аренданың соңында 7 миллион еуро төлейді. Юдгле Брюгеге 5 миллионға сатылды, және Манай Уотфордқа тегін кетті. Осымен болды. Бірақ алда тағы бірнеше трансфер болады деп күтілуде. Олар Френки де Йонг пен Мемфис Депай. Бұл трансферден ақша табуға болады, бірақ басты мақсат шығындарды азайту. Командада көп жалақы алатын және керек емес ойыншыларды сату керек. Осы айтқандарға дәл келетіндердің бірі Самуэл Умтити. Осы ойыншылардың бәрі трансфердің соңына дейін сатылуы керек. Басты мәселе бұларды сатып алатын ешкім жоқ. Бірақ трансфердің соңына жақындағанда сөредегі барлық жақсы ойыншылар сатып біткенде, ешкімді алып үлгермеген командалар құрамын толықтай жасақтау үшін Депай, Умтити секілді ойыншыларды сатып алатын болады. Барселонаның басты үміті осыда. Барселона кімді сатып алады? Қазір шабуыл шебі толықтай жасақталды. Қақпада Тер Штеген қала береді. Қосалқы қақпашы Пеня немесе Нето болады. Қалып тұрған тек қорғаныс. Бұл жерде 3 нұсқа бар. Алонсо, Аспиликуэта және Кунде. Челсиге адам жетіспегендіктен алғашқы екеуі маусым аралық ойындарға шақырту алды. Бірақ Челси қорғанысты толықтай жасақтап болғанда Алонсоны ойланбай сатып жібереді. Ал Аспиликуэтаға келер болсақ, бұл жерде әлі ештеңе белгісіз. Егер Кундені Челси сатып алса, Барселонаға Аспиликуэта мен Алонсоны сатып алу оңай болады. Ал Кундені Барса сатып алса, керісінше қиындайды. Барлығын қорытындылағанда Барселона ақша тауып жатыр. Бірақ ойыншыларды емес, акцияларды сатып. Бұл бүгін ақша әкелгенімен ертең дымсыз қалдырады. Сондықтан қазір көптеген ойыншыларды сатып алу үшін акцияларды сату жақсы нұсқа емес. Алда толықтай маусым аралық ойындар бар. Барселона бұл аралықта сатылатын ойыншыларға жарнама жасап, өздеріне тағы кім керек екендігін шеше алады. Достар, бүгінге осы. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, өз ойыңызбен комментте бөлісуді ұмытпайық. Аман сау болыңыз, келесі видеода кездескенше.